барша қазақстандықтарды Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Тәуелсіз мемлекетіміздің көк байрағы биіктен желбіреп, мәртебесі одан әрі арта берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. 1992 жылдың 4 маусымда Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері туралы заң қабылданып, алғаш рет бекітілді. Бұл күн ел тарихында жаңа мемлекеттік рәміздер күн ретінде мәңгі есте сақталады. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін мызғымас негіздерінің бірі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзімен айтар болсақ, мемлекеттік рәміздер халқымыздың рухын, ұлттық санасын, қаһармандығы мен даналығын, болашақ деген үмітін, арман тілегін